Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов 1922 жылы 5 тамызда Ақмола облысы Қорғалжың ауданы Майбалық ауылында дүниеге келген. Авиация генерал-майоры, Кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері. Арғын тайпасы Қуандық руының ағыс бұтағынан шыққан. Аэроклубта тамаша тәжірибеден өтіп, ұстаздарының оң көзіне түскен талапты жігіт Талғатты 1940 жылы Саратов әскери авиация мектебіне оқуға жібереді. Ондағы қатаң сұрыптаудан жанарының оты бар жігіт аман-есен өтеді. Саратовтағы ұшқыштар мектебін 2 жыл оқып, сержант шенмен бітірген соң, Шкаловтағы бомбалаушы ұшқыштар мектебін аяқтайды. Ал қан майданға аттанар алдында Ижевск қаласынан Ил-2 штурмовигімен ұшуды үйреніп шығады. Сол күннен бастап әскерилер арасында ұшқыш танк деп аталып кеткен Илюшаға басы бүтін бауыр басып, 1942 жылы майданға аттанады. Осы өзі бір көргеннен қатты ұнатқан ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болады. 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ұясы Берлинді алуға бірінші болып қатысады. Фашистер өздеріне аяусыз өлім оғын сепкен Талғат мінген ұшақты қара ажал деп атаған. 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыр атағын иеленіп, соғыста небір көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан майданнан аман-есен оралады.